Assalamualaikum qadrmenді мұсылман бауырлар. Мінекей біз бүгін тағы да Қазақстанға машина жүктегелі тұрмыз. Мінекей енді алдымызда Grandeur, Kia K5, Optima, және тағы да Optima. Ал жақта Kia Carnival машинасы шықты. Кіріп кетті, яғни оны қазір жүктеп жатыр. Мынау енді қара көк 2018 жыл. Қазақстанға. Бұл 2 литр бензин. Полный растаможкасымен Қазақстанға примерно 6-8-7 миллионға шығып тұр. Арзан шыққан машиналар растаможкасымен. Мінекей тағы да мына жақта да Kia K5 ақ және Grandeur 3 литр бензин. Алматыда бізге тапсырыс берді. Арнайы осындай Grandeur, яғни бізге бұйырып қалды. Осындай ақ, ашық, қоңыр, яғни бежевый түсті дейді орысша. Деревянный, алюминиевый поставкалар бәрі бар. Жақсы, керемет. Сіздерге де осындай жақсы көліктер бұйырсын. Грандеурдің көбісінде арт жағында мультимедиа управлениеден кездесе бермейді, бірақ 3 литрлік бензинде жақсы, яғни комплектациялары Nobles дейді, престиж комплектациялар жоғарылардың барлықтары. Яғни мына Grandeur машинасы жүрісі жұмсақ, аттың күші әлде қайда жоғары, енді 3 литр бензин болғаннан кейін 8 сатылы. Керемет, жақсы. Ал енді өзіміздің біраз Қазақстан кетіп жатқан хит продаждағы Kia K5 машинасы. Мінекей, белый жемшук. Өте керемет. Бұл машинаның қазір. Енді бұл баға енді Қазақстанда бұлардың барлықтары 8 миллион теңгеден толып тұр. 8 миллион жоғары, осындай жақсы комплектар. Біз енді Қазақстанда көбісі велеру өткен ғой. Енді мына машина бір химчистка ғана жасау керек. Қалған нәрсенің қажет жоқ. Бәрі таза, бәрі жақсы. Подогрев сиденья, круиз контроль, режим драйв. Мінекей, таза, бәрі жақсы, жыртылмаған. Енді машина болғаннан кейін барлық машинаға таза, идеальный машина табу өте қиын. Бұл машинада тек багаждан ғана сәл-сәл соқ қалған, яғни багаж ауысқан. Болды, қалған жақтардың бәрі жақсы. Керемет. Ал мінекей мына жаққа бірінші Kia Carnival машинасы кетті, 2.2 дизель. Енді бұл Kia Carnivalдар Қазақстанда 9-10 миллион теңге кезінде жеткізетін еді. Қазір енді бағасы сәл-сәл қымбаттау болды. Курстың әсері бар, тағы да басқа бар. Енді Kia Carnivalда Қазақстан өзі де қымбат, примерно 12 миллион теңгеден жоғары тұр. Ал енді біз бұны примерно алдында бір Kia Carnival шыққан кезде арзан баға көрсеттім, 9 миллион 100-ге. Соны атпасаңыздар, әрине сіздерге кереметті бұйырған машина болады. Ал негізгі бұл машинаның бағасы 10 миллион теңгеге жалпы табуға болады. Әлдеқайда Қазақстан салыстырған кезде 2 миллион теңге арзан. Қазақстан тұрған качестводағы машина бағасын түсіретін болса, бір 500 теңге түсірсе керек. Енді 11 миллион 500-ге, 11 миллионға Қазақстан ішінен де мүмкін табуға болады. Ал егер Кореяның ішінен алатын болсаңыздар, енді 9 миллион 500-ге шығатын сәттері болады, 10 миллион шығатын сәттері болады, соған байланысты. Ал мінекей Grandeur 3 литр бензин кетті. Алынды бұйырсын. Азамат ағамыз енді бұл сізге жақсы машина бұйырсын. Келіңіз емініңіз. Мінекей Kia Carnival машинасы ұзын болғанымен де бұл машинаны яғни 4 машинаны жүктеуге болады екен. Яғни бір-біріне сығыстырып, ast жақтарында баллондар бар ғой. Яғни шиналарын, танкісін төмен жаққа шешіп қойып, осыны жүктеуге мүмкін болады.
Endi her жақта да машинаны жүктөө тәсілі әр түрлі. Сол себепті біз бұларға бұлай жүктө деп айта алмаймыз. Енді мына жақта 4 баллоны шешіп, машинаны мүмкін осылайдан ағашпен тіреп қою мүмкін. Енді машинаны арнайы Қазақстанда қара дейді, сонымен көтеріп, шешіп, сосын қайтадан енді болттарын бәрін есіктеріне қойып қойып, соны өздеріңіз қайтадан тағып шығып кетесіздер. Мінекей грандeur машинасын жүктей келе жатыр. Аман есен көліктеріміз елімізге жетсін, иелеріне бұйырсын. Иеліктеріңізге мініңіздер керемет көліктерді қарияны. Ал мінекей Kia K5, яғни Қазақстанға өте жақсы бағада кетіп жатқан K5. Optima дейді бізде российский сборканы. Енді осындай көліктер сіздерге алам дейтін болсаңыздар, хабарласыңыздар, жеткізіп береміз. Керемет, өзінің бағасына лайықты. 2 литр бензин. Мінекей машинаны ұстап, көтеріп, қатырып, істеп жатыр. Осыла тұрын ана кісі бір кісі әңгімесін етіп жатыр. Ал мінекей машиналарымыз көтеріп болып қалды. Мінекей мына ағаштарды ескерте кетейін. Сіздерге бір жақсы бір ескерту, бұл машинаны контейнерден қалай шешіп аласыздар. Соны бір түсіндіріп кетейін. Тағы да ұмытқамаңыздар. Мінекей Қазақстан 22-24 жеткеннен кейін, яғни мінекей мынау тұрған ағаш, яғни көтеріп тұр. Мынау жоғарыдан тартылып тұр, және төмен жақтан тартылып тұр. Ана шешетін кезінде жіпті ағытып, ағаш қатайлап кетуі мүмкін. Ар жақтан ағаштың барлығын жай шешіп, сосын жоғары жақтағы темірді алып тастап, яғни бірте-бірте шешіп отырмыз. Мінекей жан-жақтан тартқызып, орнынан жылжымайтын қойды. Керемет, жақсы. Мінекей мынау яғни бір-біріне қатты тартып тұрады. Мінекей ағайын 4 машинамыз жүктеліп болды, жолға шықты. Иншалла елімізге аман